Әйел өз қас жауымен көліктің ішінде қатты ұрысып қалады. Соның кесірінен көлік өзенге құлап кетеді. Бақытына қарай, екеуін ерлі-зайыпты ауыл адамдары құтқарып алады. Бірақ әйел есін жиғанда барлық жадынан айырылған еді. Қолындағы менге ұқсас ізді көрген әлгі жұп оны 10 жыл бұрын ауылдан кетіп, қайта оралмаған жиеніміз деп ойлайды. Тіпті оның қасындағы ер адамды да күйеуі екен деп қабылдайды. Ештеңе есіне түспеген әйел оларға сеніп, нағашы әке-шешесіндей көреді. Дәл сол сәтте оның қас жауы да оянады. Кездейсоқ ол да жадынан айырылып қалған болатын. Оның үстіне диагноз дертіне шалдығып, адамдардың жүзін ажырата алмайтын халге түседі. Бірақ әйелдің жүзін ғана анық көре алады. Сол себепті ол әйелді бірден өз жары деп ойлап, тағдыр екеуін қосқан екен деп сенеді. Өздерін құтқарған туыстарына алғыс білдіру үшін әйел тамақ пісірмек болады. Бірақ дастарханға әкелген балығының қабыршағын тазаламағанын тәтесі байқап қояды. Ұялған әйел мұны әдейі ерекше дәм үшін істедім деп ақталады. Алайда бір тістегеннен кейін өзі-ақ түкіріп тастайды. Сол кезде ер адам ас үйге кіріп, өзі тамақ дайындауға кіріседі. Әйел оның әдемі келбетімен ас пісірудегі шеберлігіне бірден тәнті болады. Көп ұзамай ол толы дастарханға дәмді тағамдар әзірлейді. Әйелдің нағашысы оның аспаздық өнерін мақтап, тіпті мейрамхана ашуға болатынын айтады. Әйел де күн өткен сайын оған қатты қызыға бастайды. Бұрынғы қас дұшпандар уақыт өте жақындай түседі. Ер адам тіпті оған алтын сақина сыйлап, болашақта одан да үлкенін алып беремін деп уәде береді. Әйел оның сөзіне қатты әсерленеді. Бір күні кенеттен біреулер келіп, оларды үйлеріне алып кетуге келгендерін айтады. Әйел абыржып, қолындағы белгімен екенін айтып, олардың қызы бола алмайтынын түсіндіреді. Бірақ әкесі оның мен емес, бала кезінде жарақаттан қалған тыртық екенін айтады. Осы сөзден кейін әйелдің жүрегі дүрсілдеп, барлық естелігі қайта оралады. Сөйтсе, екеуі де бай отбасыларынан шыққан екен. Ер адам бала кезінен оны үнемі мазақтап жүретін, ал олардың әкелері бір-біріне қарсылас болған. Сол күні ер адам оның жаңа компаниясының қызметкерлерін қайта-қайта әжуалаған соң, әйел шыдамай кетіп, екеуі көлікте ұрысып қалған еді. Жадын қайтарған әйел өзінің қас жауына 3 ай бойы ғашық болып жүргенін қабылдай алмайды. Ол әкесінен өзін дереу үйге алып кетуін және әлгі ер адамнан алыстатуын сұрайды. Бірақ ер адам оны жібергісі келмей, қолынан ұстап алып, "Сен менің әйелімсің" деп тұрып алады. Оның әкесі ұлының әрекетінен ұялып, бір шапалақпен есінен тандырып жібереді. Осылайша бәрі аяқталғандай болады. Үйіне күштеп әкетілгеннен кейін, ер адам күн сайын әйеліне барғысы келетінін айтып мазасызданады. Анасы оған жаны ашып, үйдің артқы қақпасының қайда екенін жасырын айтып береді. Ақыры ол әйелді тауып алады. Бірақ артынан әкесі көлікпен қуып келеді. Бай әке әйелді айлакер әрі әкесі сияқты қу деп ойлап, оның ұлын азғырып жүргеніне сенеді. Бұған ашуланған әйел әлгі бай адамды әдейі ызаландыру үшін, "Мен оны сүймеймін емес, сіз бізге бірге болуға мүмкіндік бермейсіз" дейді. Мұны естіген ер адам бірден әйелдің жағына шығып, әкесіне кетуін талап етеді. Тіпті ол махаббат үшін отбасынан да, мұрасынан да бас тартуға дайын екенін айтады. Сонда әйел мысқылдай жымиып, "Енді ұлыңыз маған тиесілі" дейді де ер адамды ертіп кетіп қалады.